Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Дана. Мен сіздерге бүгін осылай құрақ ленталарын тез қырқып, тез сызудың жолын үйретемін. Паутинкамен жұмыс, ою жабыстыру және де өзім жиі қолданатын құрал жабдықтарды көрсетемін. Мен дәл қазір 36 болатын көрпенің, жастықтың детальдарын дайындап жатырмын. Матаның іш жағынан ручкамен сыза берсеңіздер болады, бірақ көрініп қалады деп қорықсаңыздар, борды қолдансаңыздар болады. Бұл оюлар көрпеше мен жастықтың оюлары маған 36 болатын және де 48 болатын ақ мата детальдары қажет. Мен ақ матаның үстіне көк оюларды жабыстыратын боламын. Мынау паутинка деп аталады. Екі жағында жабысқа қосынып, пергамент қағазын қойып, үтіктеп жабыстырып аламыз. Міне мен үтіктеп жабыстырып алдым және де оюларымды сызып алдым. Сызылған оюлар осындай болып көрінеді. Матаға емес, паутинканы жабыстырып болғаннан кейін сызсаңыздар осындай әдемі көрінеді және қатты болып тұрады. Қырыққан кезде оңай болады. Ал қыздарым, енді менің бір лайфхак. Осылай тез сызу үшін белгілеп аласыздар да. Матаның майда жолақшалары бар. Сол екі жолақшаның ортасына ручканы қойып сызсаңыздар осылай түзу шығады, әрі тез сызатын боласыздар. Қырыққан кезде мен сіздерге тағы бір лайфхак көрсетемін. Қайшыны да тұрып осы екі жолақшаның ортасына қоясыздар және де қайшыны қайшылатпай, яғни тіке қырып кете беретін боласыздар. Осылай сызуды бір рет үйреніп алсаңыздар, тез сызатын боласыздар. Қаншама уақытты үнемдейді. Міне сіздерге қазір мен қырқудың жолын көрсетемін. Дәл осылай жаңағы сызып алған жерімізге екі жолақшаның ортасынан тауып аламыз да қайшыны қойып, түзу қайшыламай осылай қырқып кете бересіздер. Қараңыздар, қандай әдемі түзу шықты біздің ленталарымыз. Ал менің өзім жиі қолданатын құрал жабдықтар болады. Линейкалар 30 және 50 сантиметрлік. Мен темір түрін қолданамын, өте пайдалы. Ал екінші бір циркульді мен ою сызуға, домалақша жаңағы детальдарды сызуға қолданамын. Ал мынау линейкалардың наборы ою сызуға, басқа да детальдарды сызуға өте пайдалы. Ал мынау щеткасы бар ине, бұл тіккен тігісіңізді тез сөгіп береді және машинада тұрып қалған жіптерді, мусор қоқыстарды тазалауға өте ыңғайлы. Келесте зажим, бұл таптырмайтын. Менде біреу ғана, осындай үлкенін алып алсаңыз, матаны қыстырасыз да. Сызған кезде де, тіккен кезде де, қырыққан кезде де өте оңай. Қыстырып қойып көмекші керек емес, дәл жалғыз өзіңіз жасай бересіз. Келесі бұл сары түсті метр, сандары көзге жақсы көрінеді және видео түсіргенде де анық болып көрініп тұрады, 150 метрлік. Ал келесі бізде борлар, бұлар жай ғана бор. Негізі сабын, құрамында сабын бар борлар жақсы екен. Мына борлар өте қолға тиеді, бүкіл жерді былғайды. Қолдануға болады, бағасы арзан, ал сабын құрамында бар борлар олар қымбаттау. Қайшының орнына осындай қысқа қайшы қолданамын, өте ыңғайлы. Келесіде мен мынандай инелердің топтамасын бірнеше алып алдым. Осы инелер жақсы. Мынау турецкий матовый велюрға және де жіп алған кезде идеал дейма, идеал. Осы түрін алыңыздар, сонда машинаңыз ұзаққа жарайды. Ал осындай бальзамның сыртын құтысынан мен органайзер жасап алдым. Ине қыстырып қоямын және де ішіне түрлі майда шүйделерімді салып аламын. Тоже ыңғайлы. Ал келесі соңғысы осы пластмасс ыдыстар. Мен бірнешеуін алып алдым. Әр түрлі майда шүйде заттарды салуға ыңғайлы және де көп орын алмайды. Әдемі көрініп тұрады жұмыс орындарыңыз. Қыздар, жалпы менің ақпаратым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, маған жақсы комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал қазір мен ою жабыстыратын боламын. Ою жабыстырған кезде сіздер әдемелеп осылай турағып өлшеп аласыздар. Ара қашықтығын бәрін есептеп өлшеп болғаннан соң оюларыңызды сол ара қашықтықтарды сақтай отыра қойып, қызып тұрған үтіктің үстіне міндетті түрде жабыспайтын материал, яғни ХБ материал қойып үтіктеп аласыздар. Үтіктің парын қосып қолдана берсеңіздер болады. Үстін басып шығасыздар, ал былай жылжытып үтіктемейсіздер үтікті. Жылжытсаңыздар оюларыңыз жылжып кетуі әбден мүмкін. Алтын қыздар, ісмер қыздар, шебер қыздар, егер де менің видеом сіздерге тағы да ұнаған болса, маған лайк басып, жақсы комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал менің каналымда сіздерге пайдалы түрлі бірнеше видеолар бар. Тігіннен, тоқмадан, құрақтан менің каналыма жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сіздермен бірге болған Дана.